Баршаңызға сәлем достар. Бүгін үйректі духовкада утка по-пекински атты рецептімен пісіреміз. Үйрек өте дәмді, жұмсақ және хош иісті болып шығады. Бір апельсиннің цедрасын майда күштен өткіземіз. Сосын сол апельсинді екіге бөліп, шырынын сығып аламыз. Маринадты әзірлейміз. 100 грамм соя соусы. Бір апельсиннің шырынын қосамыз. Апельсиннің цедрасын қосамыз. Майда күштен өткізілген 20 грамм зімбір қосамыз. Екі ас қасық бал қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Үйрегімізді жақсылап тазалап, жақсылап жуамыз. Және құйрығындағы безді алып тастаймыз. Маринадымызды үйрекке құйып, қолмен жақсылап ысқылап жағып шығамыз. Ішіне, сыртына, барлық жеріне маринадты дұрыстап жағу қажет. Енді үйрегіміздің бетін жауып, холодильникке 24 сағатқа қойып қоямыз. Арасында үйректі аударып отыру қажет. 24 сағатымыз өтті. Енді үйректің сыртындағы зімбірді және апельсинді қолмен түсіріп алып тастаймыз. Енді бізге 10 грамм кептірілген сарымсақ қажет. Бір шай қасық қара бұрыш қосамыз. Кептірілген сарымсақ пен қара бұрыштың қосындысын үйрегімізге барлық жеріне жақсылап жағамыз. Екі шалманы майдалап турап, оған шамалы корица қосамыз. Корицаны қоспаса да болады. Осы алманы араластырып, үйрегіміздің ішіне толтырып саламыз. Зубочистканың көмегімен үйрегімізді жабамыз. Дайын болған үйрегімізді алма кесінділерінің үстіне жатқызамыз. Сонда үйрегіміз фольгаға жабыспай күймей піседі. Үйректі фольгамен жабамыз. Үйрегімізді духовкада 180 градуста 90 минут пісіреміз. 90 минут өтті. Енді фольганы ашып, үйрегіміздің сирағын және қанаттарын фольгамен ораймыз. Қуырылу барысында шыққан майды үйректің бетіне құямыз.
Үйрегімізді қайтадан фольгамен жауып, духовкада 30 минут тағы пісіреміз. 30 минутымыз өтті. Қайтадан фольганы ашып, бөлінген майды үйректің үстіне тағы да жақсылап жағып шығамыз. Үйрегімізді тағы да духовкаға 20-30 минутқа қызарғанша дейін салып аламыз. Енді үйрегіміздің піскендігін тексереміз. Ол үшін үйректі әр жерден осылай тесіп шығамыз. Тескен кезде үйректен ақшыл сорпа шығу керек. Мөлдір болу керек, қан қосылмаған, араласпаған сондай сорпа шыққан кезде ол үйрегіміздің піскендігін білдіреді. Мінекей достар, біздің утка по-пекински тағамымыз дайын болды. Бізде өте дәмді және өте жұмсақ үйрек шықты. Егерде сіздерге рецепт ұнаса, каналыма тіркелуді және қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыздар. Сіздер өздеріңіздің үйректі қалай дайындайтын туралы комментарийде бөліссеңіздер болады. Келесі видео рецепті кездескенше сау болыңыздар.